Бір көзін жапқан бала мені тоқтатты. Түсе бауырым, сен әңгіме бар. Мынау кім екені? Че-то қорқып тұрмын. Көп. Енді мыналар шықты. Қандай балалар екен? Әйтеуір жақсы балалар болса болғаны. Солай бәрі мені жан-жақтан қоршап алды. Түрлеріне қарасам 13-15 жасар мен сияқты кәдімгі балалар. Айта бер, кімсің? Нағып жүрсің? Сөмкеңде не бар? Көзілдірік киген бала сөмкемді тартып алғысы келді. Қой, болды, өтірік кереуіл ма? Өзім сөйлесем мен онымен. Көзілдірік киген бала артқа шегінді. Бізден қорқпай қойсаң болады, өзіміз секілділерге тиіспейміз. Бұл әлемде қауіптілер, бұл тек қана үлкендер. Мен уже білемін, үлкендердің біраз мәселе туындаған. Онда тіпті бізбен бірдей екенсің ғой. Бекс, братан, анау жақта топырлаған көліктер келе жатыр, не істейміз? Бір көзді маған қарады. Осы жерде қала берсем болады, немесе бізбен бірге жүр. Бізде тамақ та бар, жататын жерде бар. Мен әрине жалғыз өзім қайда барайын, сондықтан олармен бірге баруыма тура келді. Кенет бәрі тоқтады. Және менің басыма қап кигізе бастады. Бұл біздің қауіпсіздігіміз үшін. Жаман ойлап қалма. Солай алдыға қарай жүре кеттік. Қаптан ештеңе көрінбеді, бірақ бір жертөле баспалдақпен түскендей болдық. Міне өмір сүретін жеріміз осы. Қош келдің біздің үйге. Маған бірнеше балалар қарап тұрды. Бұл жерде үлкені де, кішісі де бар екен. Жетімдер үйіне ұқсап кетті. Олар маған ыстық тамақ берді. Бұндай ыстық тамақты жемегелі 6 ай болған болар. Мына әлемде біздің ең басты жауларымыз. Ол үлкендер. Олар ақылды әрі мықты. Үлкендерден ғана сақтану керек. Тек зомбилерден емес. Сен мен толықтай келісемін, дұрыс айтасың. Қазір өте жаман, ашулы, алаяқ, ешкімді аямайтын үлкендер ғана қалды. Яғни, ешкімді аямайтын адамдар ғана қалды. Барлық жақсы адамдар зомбиге айналып кетті десек те болады. Біз оларға төтеп беруіміз керек. Ал жақсы әңгімелесіп болдық, енді ұйықтаңдар, күш жинап алайық. Сосын мен ертең саған мына есіктің артында не бар екенін көрсетемін. Ертесімен ол мені оятып алып, жертөлеге экскурсия жасады. Міне біздің үйіміз осы. Жалпы үлкен әрі кең, біз әрине көп емеспіз, бірақ өліктер мен үлкендерге төтеп бере аламыз. Ал анау жабық тұрған есіктің ішінде не бар? Жүр кеттік, қатты білгім келіп тұр ау деймін. Бекс, мүмкін керек емес. Есікті. Есікті ашпашы, деп қызды айтты. Жо, жаңадан келген досымызға көрсетейік. Таныстырып жүрмедік бе? Солай біз одан бетер қараңғы бөлмеге кірдік. Және іші сасық екен. Бұл бөлме ішін мен түрмеге ұқсаттым. Және темір тор артында кісенделген біреу отырды. Кім ол? Не үшін ұстап отырсыңдар? Тыныштал бауырым, сен білмейсің бұның кім екенін. Дұрыстап түрін қарап ал. Бұл 30-40 жасар ер адамға ұқсады. Үстіндегі киімдері жыртылған. Аяқ қолдарын кісендеп тастапты. Мынау тақырбас ер адам, біздің Марк, түнде қарауылдап тұрған кезде жасырын біздің үйге кіріп, біздің жертөлеге кіріп, Маркты тұншықтырып өлтіруге сәл қалды. Оны неге ұстап отырсыңдар енді? Жібере салуға болмай ма? Естідіңдер ме мұны жаңадан келген айтқанын? Бәрі күліп бастады. Шығарындыршы тақырбасты. Оның жарасын емдеу керек секілді. Тоқтай, оны Маркқа не істегенін ұмытып болдың ба? Қазір ғана айтқан жоқ ма саған? Оны жерге құлатыңдар. Тақырбас ер адам мүлдем әлсіз күйде. Ол тамақ ішпегеніне 1 ай болған секілді. Мүлдем қозғала алмайды.
тиіспеңдер оған, деп кішкентай қыз айтты. Біз оны ертеме кешпей өлтіретін едік, ал саған әлі ерте, біз балаларға тиіспейміз. Бірақ 4-5 жылдан кейін, сен де үлкен болғанда, біз сені міндетті түрде жазалаймыз. Мына әкең секілді, сені де солай жазалаймыз. Әкең дейді ме? Сонда мына ер адам кішкентай қыздың әкесі ме? Тақырбасты жазалайтын уақыт келді. Осы үрейлі жағдай теледидардан ботқаны көрсетіп жатқаннан басталды. Ішінде түрлі витаминдер бар және ең бастысы өте дәмді. Не үшін екенін түсінбедім, бірақ адамдардың бәрі осы ботқаны алуға асықты. Мен олардың қалай ботқаны алуға таласып жатқанын көрдім. Әрине мен бұл ботқаның неге сондай танымал екеніне таң қалдым, және мен де дәмін татып көргім келді. Солай сатып алдым. Негізі өзгеше бір нәрсе күткен едім, бірақ сыртқы бейнесі кәдімгі ботқа. Ешқандай кәдімгі ботқалардан ешқандай айырмашылығы жоқ. Бірақ иісі өте сасық болды. Маған бірден көрінгеннен ұнамады, бірақ менің көршіме бұл ботқа қатты ұнап қалды. Көршім күні-түні бұл ботқаны жей беретін болды. Бұл ботқаның сиқыры бар секілді, адамдарды тартады. Қап, азық-түлік таусылыпты ғой, дүкенге барып келейін. Май, не мынау, не болып кеткен? Мына ботқалар барлық жерде. Тіпті бұл ботқадан басқа азық-түлік мүлдем жоқ. Өз көзіме сене алар емеспін. Солай мен кішкентай бір жерден макарон және сүт дегендерді әрең дегенде тауып алдым. Солай үйіме қайттым. Менің бір байқағаным, мына ботқаны жегендердің түрлері, сыртқы бейнелері өзгеріп кетеді екен, және психологически тұрғыда да өзгереді. Көршім тек қана күле береді маған қарап. Бұрын ондай болмаған еді. Сол күні мен ботқаның жаңа жарнамасын көрдім. Егер 10 ботқа қорап сатып алатын болсаң, 10 күнге жылы жаққа демалысқа жібереді екен. Мен әрине мүмкіндікті пайдаланып, осы ұтысты ұтып алайын деп шештім. Солай мен ұтысты ұтып алдым. Ертесі күні басқа да мен секілді ұтып алған адамдармен бірге ұшаққа міндім. Арада 2 сағат өткенде мен олардың бізді мүлдем басқа жерге алып бара жатқанын түсіндім. Үлкен завод секілді мынау. Не үшін олар бізді алып келе жатыр? Мен оны түсінбедім. Қасымдағы адамдар тура зомби секілді. Менің түрім кәдімгі адам секілді болса, ал олардың түрлері әбіржіп кеткен. Бір зомби секілді болды, бір-бірінің арттарынан кетіп бара жатыр тек қана. Мен болсам, қорыққанымнан тығылып қалдым. Не істерімді білмедім. Бұл не дауыс? Мына адамдарды атып тастауда. Сонда ботқаны олар адамдардың еттерінен жасайды ма? Өз көзіме сене алар емеспін. Солай мен бәрін видеоға түсіріп алдым, дәлелдеу мақсатында. Сен кімсің? Макс Бергел тағы бір ботқа табылды.